Едешь сюда. Микрофон. Ближе ставьте, но не получается. Барлығына заң бірдей. Сабырлы сақтайын. Оған да şey oldu. Onun da unu var. Onun da unu da kızı da өспелі. Сот залында емес. Сот залында емес, қазір сабыр сақтамадан. Өлім жазасы. Тек қана өлім алуымыз керек. Өкімет оны бағып, неге отырып, бұлардың да түсінбейді. Немене бұларды замешші болып отыр ма бұларды? Сот сөз берген кезде айтасыздар енді, сабыр етіңіздер. Замешші болып отыр бәрі. Сабыр сақтамадан. Бүйтіп Қазақстанды беделді бірісі бәрі қазақтың бәрін қыратылар. Тәртіпте түсірмесе. Біреу мақсыл күнін кейін, біреу Назарбаевтан ату жазасына берсін бұндайды. Фате, сабыр етіңізші. Зардап кімнің, қандай зардап шегушінің атынан кетті? Иә, жалғастың анасымын. Ұлыңыз қанша? Ұлым 23-те. 2,5 жыл жұмыс істеді, еңбек етті. Қызым көрем деп едім, қызым да көргем жоқ. Менің баламның жұмысқа келгенде 1,5 айым болған. Оқуын 4 жыл оқып, жұмысының жемісін де көре алмай кетті ғой, осындай қан жерлер. Өлім деген баламның өлім жазасы, тек қана өлім жазасы. Халықтың ортасына шығарып атсын, тас топалан қылып, өлім жазасы, тек қана. Алла жазасын берсін. Міне, ұл өсіріп отыр екен ғой, қыз өсіріп отыр екен ғой. Біздің балдарымыз ұқсап, өскен кезде олар да сорлап қалсын деп. Рахматуллай Мейрамбектің атым Танағұлова Айгүл. Танағұлова Айгүл. Болды, орындарыңызға отырыңыздар, өтініш. Есебеева Бақытпен жалғастың шешесімін. Қызымды алып келем деп еді. Міне, қызым шығарды балалар. Басқа кезде. Уважаемые журналисты, занимайте свои места. Отношения, пожалуйста. Сейчас. Все, подходите. Время Все, проходите, ребят. Свои места, пожалуйста. Все, суд идет. Суд идет, давайте. Пожалуйста, на свои места проходите. Нет. Все туда проходят. Ребят, поверните камеру. Нет, когда вы... Нет.